Саламатсыздар ма желі пайдаланушы оқырмандар? Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасы 12 тамыз жастар күніне орай жалынды жастар жарқын болашақ атты ақпарат сағатын назарларыңызға ұсынады. 12 тамыз халықаралық жастар күні. Айта кетейік, 1999 жылы Жастар министрлерінің дүниежүзілік конференциясы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 12 тамызды халықаралық жастар күні деп жариялау туралы ұсыныс білдірген еді. Осылайша, 2000 жылдан бері жыл сайын 12 тамызда халықаралық жастар күні атап өтіледі. Баршамызға белгілі, жастық шақ адам өмірінің ең маңызды, ең қымбат кезеңі, ең биік шыңы. Адамның бүкіл өмірі оның осы жастық кезеңіне тікелей тәуелді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жастар тақырыбы төңірегінде өзінің сұхбаттарында, мақалаларында әрдайым атап өтеді. Президенттің Абай және 21 Қазақстан, Абай рухани реформатор атты мақалаларында қазақ халқының бас ақыны Абай мұралары арқылы жастар тәлім алып, Абай тұлғасы және оның өшпес рухани мұрасы, ой бақыт алатын темірқазық іспеттес болу керектігі жөнінде ерекше атап өтеді. Қай елдің болмасын басты капиталы оның халқы, соның ішінде жастары болып табылады. Жастар қазіргі қоғамның жетекші күші ретінде еліміздің дамуы үшін жауапты екені мәлім. Жастар қай заманда, қай елде болмасын, асқақ арман мен үміт, биік ар мен өр намыстың символы болған. Олар қай кезде де, қай қоғамда да белсенді буын өкілдері. Еліміздегі жас буын өкілдері мемлекетіміздің жаңа келбетін қалыптастырады. Олардың жаңа белестерге деген ұмтылысы жаңа идеялардың туындауына себепші болады. Ал жаңа идея қазақ елінің жаңаруына бағыт алып, мәңгілік ел болуына нық қадам бастайды. Кез келген ел өз келешегін болашақ ұрпағымен байланыстырады. Тәуелсіз еліміз іргесінің берік болуын білімді мамандардың, отаншыл ұлтжанды, рухани дүниесі кең азаматтардың қолында. Қоғамымыздың тұрақтылығын сақтау, Қазақстан халқының бірлігін нығайту, ұлттық келісімді насихаттау бүкіл Қазақстан жастарының міндеті. Сондықтан, еліміздің әрбір азаматы басты байлығымыздың тәуелсіз Қазақстан екенін әрдайым естен шығармауы тиіс. Бірде Әл-Фараби бабамыздан бір әмірші өз елінің болашағы туралы сұрағанда, сен алдымен жастарыңды көрсет, сонда мемлекетіңнің болашағын барлау қиынға соқпайды деген екен. Расымен де, қай кезеңде болмасын болашақтың қожасы жастар. Мағжан Жұмабаев атамыз жырлағандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Жігерлі қыз-жігіттер елдің ертеңі, мемлекетіміздің тірегі. Ендеше, сынға саны сынбайтын, өресе биік рухы мықты жастар, мерекелеріңіз құтты болсын.